Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Бүгінгі тақырыбымыз достар туралы болмақ, иншалла. Достар туралы бірінші біз Құраннан алып қарайтын болсақ, Маида сүресінің 55-ші аятында шынайы достарың Алла, одан кейін Алланың елшісі, пайғамбарлардың арасында ең жақыны Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам дейді. Содан кейін намазын толық орындайтындар, зекет беріп кететіндер дейді. Яғни намаз оқитын достарыңызды бағалаңыздар, құрметті ағай. Сонымен қатар Абай Құнанбаевтың сөзі бар: адамзаттың қатты өзгеруіне, жақсы немесе жаман жақтың өзгеруіне үлкен 3 фактор әсер етеді. Соның бірі ата-анасынан дейді. Кез келген жастардың мысалы үшін отбасында нені көрсе, ұяда нені көрсе, ұшқанда соны жасайды. Сондықтан да ата-анасы сондай білімді, жақсы сөздерді сөйлейтін болатын болса, бала шағасы да білімді, сондай жақсы сөйлейтін болады. Өйткені қазанға жуасаң, қарасы жұғады деген сөз бар емес пе? Жаман достармен жүретін болсаң, жаман жағы жұғады, жақсы жақтарымен араласатын болсаң, міндетті түрде жақсы жағы жұғатынын ескертіп кетеміз. Ал Абай Құнанбаевтың екінші сөзінде ise ұстаздары дейді. Егерде уақытында хужраларда, медреселерде оқу барысында, үйден алыс жерде оқыды, медреседе оқу кезінде ұстаздары қалай сөйлесе, соған дәйектеп, негіздеп, соған қарай әрекет жасайтын болады. Ұстаздары әдемі сөйлесе, шәкірттер де әдемі сөйлеуге тырысқан дейді. Алайда есе ең қауіптісі дейді, ол достары дейді. Достары жақсы болатын болса, жігіт міндетті түрде немесе қыз болсын, өзінің жанындағы адамдарға қатты әсер етеді дейді. Қоршаған ортасында қатты мұқият болу керек дейді. Ал Абайдың осы 3 негізінде, 3 сөзінде қайсысы адамзатқа жүрегіне жақын, сол міндетті түрде жұғады дейді. Адамның мінезі кішігірім бұл салфетка немесе губка тәріздес, оны не су, қандай су төгілсе де, ол губканы үстіне қойсаңыз өзіне сіңіріп алады. Адам сондай жаратылыс, адам міндетті түрде жақсы адамдармен жүрсе, жақсы жағын міндетті түрде алады. Жаман адамдармен жүре берсе, жамандығын алады екен. Сондықтан Жалалуддин Румидің сөзі бойынша қарға гүлге сөйлейді, бұлбұл гүлге сөйлейді дейді. Сондықтан да жаныңыздағы жүрген адамдарға мұқият болыңыз дейді. Осы негізде Әбу Дәуудтен келетін бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді: сенің кім екенің маған маңызды емес, жаныңдағы достарыңды көрсетсең, сенің кім екеніңді айтып беремін дейді. Сонымен қатар оның жалғасында әркім өзінің досының дінін ойлап дейді. Сондықтан да кіммен араласып жатқандарыңызға мұқият болыңыздар. Құрметті жамағат, құрметті көрермендер, құрметті біздің еліміздің мұсылманның жанашырымын деп жүрген құрметті Қазақстан Республикасының, Орта Азияның жалпы азамат және азаматшаларға айтатынымыз. Өйткені Құранның Зарият сүресінің 55-ші аятында ескертіңдер, ескерту мұсылмандарға пайда береді дейді. Сондықтан да біз сіздерге тек қана жақсы сөздермен, жақсы ұлағатты, илтипатты, салихалы сөздерді сөйлеп естеріңізге сала кетеміз. Иншалла отбасыларыңызға жақсылықтар нәсіп етсін. Баршаларыңызға сәлемдер болсын, сау саламатта болыңыздар. Сіздермен байланыста болған Әлішер Сапарбекұлы.